Бала неге шашын алғанда жылайды? Жалпы жекеме өте көп аналар сұрайды, балам 2 жаста, 3 жаста, 4 жаста, әлі күнге дейін шаш алу бізге қиын, шаш алғанда истерика болып жылайды, тырнағын мүлдем ала алмаймын, тырнағын тек қана ұйықтатып қойып аламын деп. Бұл баладағы тактильді, яғни жанасу арқылы сезімталдықтың бұзылысы, яғни гиперчувствительность болып табылады. Сезімталдық жоғары дегенді білдіреді. Бұл балаларға ең алдымен қандай көмек керек? Әрине сенсорлы интеграция керек. Бізде тактильді жанасудың 2 түрі бар. Беткей сезімталдық және терең сезімталдық. Беткей сезімталдық осы тері арқылы жанасу. Яғни шашты, тырнақты алған кезде балаға ол как боль ретінде сезінеді, яғни ауырсыну ретінде. Бала сол үшін қатты мазасызданады, истерика болып жылайды, сол үшін бізде бала тырнағын алғысы келмейді, шаш алғысы келмейді, тіптен кейбір балалар даже суға түскісі келмейді. Өйткені су да оған как боль ретінде сезіледі. Ал осы тактильді сезімталдықтың екінші түрі ол терең сезімталдық, ол бізде бұлшықет буын жүйесінің пропрецептикалық сезімталдық деп атаймыз. Жалпы балада сезімталдықтың бұзылысы болса, осындай нарушениемен жүрсе, ол баланың сөйлеуінің, ойлау қабілетінің тежелуіне әсер етуі мүмкін. Сол үшін егер сіздің балаңыз шаш алғанда, тырнақ алғанда жылайтын болса, оны алу сізге қиындық тудыратын болса, сіз балаңыздың тырнақтарына, қолдарына қатты қысып массаж жасау керек, тікенекті доппен массаж жасау керек, және де шаштың түбін тартып шашқа қатты массажды қимылдар жасау, яғни жаттығулар жасау керек. Егер тіптен болмай жатса, міндетті түрде сенсорлы интеграция сабағына балаңызды апарсаңыз, баладағы сенсорлы бұзылыстардың барлығын дұрыстап реттеп, мида оның сенсорлы аппарат арқылы келіп түскен ақпаратты мидың дұрыс қорытуына, дұрыс синтез жасауына, анализ жасауына мүмкіндік беретін, яғни баланың дамуына оң әсер ететін бізде сабақтар, баланы дамытушы сабақтардың бірі. Сондықтан да, егер сіздің балаңыз қазір нешеде және осындай шаш алғанда, тырнақ алғанда қиындығы болса, міндетті түрде сенсорлы интеграция сабағына апарыңыз, немесе невропатологқа қаратыңыз.